Қыздар, бүгін өмірімде бірінші рет табананның пісіріп жүрген тавасын таба алмай қалдым. Ұшты күйлі білмеймін, ұшып кетті, нашар болып кетті. Содан дейтін шкафты ашып жібердім де, торт пісіріп жүрген торттың ыдысы бар ғой, торт пирог пісіріп жүрген, соған бірінші рет бүгін немді тестімді жан-жағын бәрі майлап табысып қалмасын деп салған едім ғой. Енді піскенде қалай піседі екен деп ойымдап болып едім. Аллаға шүкір, күшті болып пісті, сықи болып бар ғой. Қып-қызыл болып қызарып, жан-жағы жабысқан да жоқ, керемет болып пісті. Сіздер өзі пісіріп көрдіңіздер ме торттың ыдысына? Мен бірінші рет пісіргеннен осылай шықты, күшті болып. Сықи болып, еще тестін басып қойғам ғой, немді тестін ол сықи көтеріліп, оны 2 рет басып, жартысынан бауырсақ пісіріп алдым, жартысынан осылай табанын пісіріп алдым. Қалай қыздар, сықи ма, күшті ма? Лайк басып кетіңдер ал. Видео ұнаса, сіздерге лайфхак болсын. Табасыз да піседі екен табанан торттың пісіретін ыдысына. Керім болып тұр, шайға жейміз.